Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін қызыл мақпал тортын дайындайтын боламыз. Тортымыз өте дәмді болып, керемет болып шығады. Бізбен бірге дайындаңыздар. Ол үшін бізге ұнды електен өткізіп, какао, сода, разрыхительді қосып араластырып, құрғақ ингредиенттеріміз араластырып қоятын боламыз. Енді айранға красителімізді салып, араластырып, оны да алып қоямыз. Ыдысымызға сармайымызды салып, қантымызды салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Енді 3 жұмыртқамызды жарып, бірте-бірте жарып, араластырып отыратын боламыз. Аздап сұйық майымызды құйып, оны да жақсылап араластырамыз. Ұнымызды мен 3-ке бөліп араластырдым. Бірден барлығын салып жіберетін болсаңыздар, қамырларыңыз көтерілмей қалатын болады. Сондықтан бөліп салатын боламыз. Енді жақсылап араластырып миксермен осылай. Сұйықтығымызды құйып, ыдысымызға салып, жақсылап осылай духовкамызға 180 градуста 35-40 минутта пісіретін боламыз. Енді кремін дайындаймыз. Крем үшін сливкемізді құйып, үстіне творожный сырымызды салып, миксерлеп, қант ұнтағын салып, яғни сахарный пудрамызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді кремін тортымызды тегістеп, тортымызды жинаймыз. Осылай кремдерін жағып, осылай жан-жағына қалған ұнтақтап қойып, осылай жан-жағына жағып шығатын боламыз. Мінекей біздің яғни қызыл мақпал тортымыз дайын болды. Өте дәмді болып, керемет болып, үлпілдек болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің YouTube каналыма тіркеліп, Instagram каналыма да тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Осылай керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер.